Ойбай, мынау кімнің үйі деп таң қалып қалмаңыздар. Қорамды сіздер айта береді деп тазалап қойдым. Подписчиктермен де ұят болып кетті деп питактан адам әкеліп, шөптердің бәрін орғызып, әдемілеп тазалап, бір шетке жинап, өзім де көмектестім. Қораның бәрін реттеп қойдым, мен сіздер айтпасын деп. Еще кеше бір комментарийға көзім түсіп кетті, қора деп, мал қораны айтады ғой, қандай қораны айтып жатсың деп. Бізде қора деп айтады, аула деп айтады. Енді әр жерде әртүрлі ғой. Біз қазақтың өзінің әр жеріне байланысты сөздері бар. Мысалы, нән дейді кейбір жерде. Сол сияқты бізде қора деп ауланы айтады, есіктің алдын айтады, кәдімгі үйдің сыртын. Тек қана жаман жағын, шашылып жатқан жағын көре бермей, жақсы жағын да көріңіздерші. Бүгінге екі заказым бар. Біріншісі мольберт, екіншісі сол өзіміздің бандеріміз. Бір қызығы, екеуі де сағат 12-ге дайын болу керек. Біреу үйінде, біреу тойханада. 12-де болса да, азында ерте барып жасап кетем деп мольбертті азында сағат 10-да уже осы үйде болдық біз. Екі шәкіртім келген, біреу Сарыағаштан, біреу Қазығұрттан. Сөйтіп тез жарты сағатта мынаның бәрін жасап тастадық. Үшто мен үйде біраз шарларды үрлеп келген болатынмын, дайындап. Осы фотозона менің көп клиенттерге ұнапты. Көбісі осыған заказ беріп жатыр қазір. Комментарийға тағы бір еркек адам былай жазып жетті: одно и то же не, басқа ешнәрсе білмейсің ба, анау-мынау там. Одно и то же бола берсе, көрмей-ақ қойыңыздар, мен сіздерді қинап көрсетіп жатқан жоқпын ғой. Осы шарлармен, осы фотозонаменен, осы нанын жеп отқаннан кейін, осы менің астанада жұмысым болғаннан кейін, осын түсіре берем айналып келіп. Көргіңіз келмесе, көрмей-ақ қойыңыз, иә? Фотозонаның бәрі бірдей дейді да, оны мен таңдамаймын ғой, оны клиент таңдайды. Осындай қылып істеп бер деп таңдағаннан кейін, сондай қылып істеп береміз. Бір тойдағы клиент екінші тойға бармайды ғой, бәрі бір-бірін көрмейді да мысалға. Так что давайте жить дружно. Қалай, мен фотозонам қалай шығыпты, ұнады ма сіздерге, комментарийға жазып, баға беріп кетіңіздер, лайк басыңыздар.